Онлайн несие деген не бәле? Ол біздің елімізге қайдан келді? Және де олардың жұмысы заңды ма? Олардың жұмысын кім қадағалайды? Онлайн несиелердің вознаграждениесі қанша пайызды құрайды? Деген сұрақтарға бүгін бұл видеода мен жауап беруге тырысамын. Егер қызық болса, онда әрі қарай көреміз. Сәлем достар, менің оқырмандарымнан, яғни сіздерден осы онлайн несиеге қатысты өте көп сұрақтар келеді. Сондықтан да осы видеоны түсіруді жөн көрдім. Онлайн несие дегеніміз не? Онлайн несие дегеніміз 2015 жылдан бастап біздің елімізде пайда болған індет. Түп тамыры Ресей мемлекетінен келген. Бұл несиені алу өте оңай. Барлық жұмыс интернетте жүзеге асырылады, яғни сіз келісім шартты сіздің электрондық поштаңызға жібереді, немесе олардың сайтында жаңағы келісім шарттың образец дейміз ғой, үлгісі тұрады. Сіздің телефоныңызға тек қана код қана жібереді. Болды, бітті, сонымен ақша келе салады счетыңызға. Ешқандай жерге қол қоюдың қажеті жоқ. Олардың сыйақысы кезінде 1000%-ға дейін жеткен. Сол кезде қазақстандықтар не істеді? Әрине ұлттық банкке барып арыз, шағым жаза бастады. Сондағы ұлттық банктың жауабы жоқ. Біз мұндай компанияларды бақыламаймыз. Біз тек қана банкті, микрокредитті қаржы ұйымдарын, сондай-ақ ломбардтарды ғана бақылаймыз деп құтылған болатын. Содан кейін көптеген азаматтар сотқа жүгінуге мәжбүр болды. Ой, сол кездегі соттардың шешімін көрсеңіздер ғой. Заңды тұлғаларға несие беру тыйым салынған. Несие беру үшін олар банк, микрокредиттік ұйымдар немесе ломбард болу керек. Сондай-ақ олардың сыйақысы 56%-дан аспау керек деп шетінен барлық онлайн несие шартын жарамсыз деп таба бастады. Олар сол деньги населению, Zing, Tengo, Кредитлайн, Moneyman, Ақшамат сияқты сондай компанияларды жақсы білетін шығарсыздар. Ол дегеніміз, мысал үшін сіз онлайн несие компаниясынан 100 000 теңге алатын болсаңыз, онда тура еш пайызсыз 100 000 теңгені ғана қайтарасыз деген сөз. Себебі олардың жасап жатқан жұмысы заңсыз болып табылған. Шіркін, қайран уақыт-ай. Содан кейін не болды дейсіздер ғой? Кейін соттар шаршай бастады. 100 емес, 1000 емес, 75 000 істі қарады. Содан не болды? Дұрыс, алды да заңды өзгертіп жерді. Төреғали Төреәлінің өлеңі бар ғой, ақиқат деген. Басшың да бар әлгі, тұратындай мәңгі, заңды бұзып қойса, өзгертетін заңды деген жері бар ғой. Міне, нағыз соның өзі болды. Яғни 2019 жылдың 3 шілдесінен бастап Азаматтық кодекс 725-1 бабына нақтырақ айтатын болсам, 5-ші тармақшасына өзгерістер мен толықтырулар енгізіп жіберді. Ол бапқа сәйкес енді заңды тұлғаларға несие беруге тыйым салынбайды екен. Бірақ олардың сыйақысы жылына 100%-дан аспау керек екен. Ол дегеніміз, егер де сіз 2019 жылдың 3 шілдесінен бастап онлайн несиеден ақша алған болсаңыз, оның үстіне 100% сыйақысын қосып бересіз. Мысал үшін сіз 100 000 теңге алатын болсаңыз, оның үстіне тағы да 100 000 теңге қосып бересіз. Сонда барлығы 200 000 теңгені қайтарасыз. 100% сыйақы дегеніміз ол 1 жылға.
Негізінен бұл өзгерістер 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап заңды күшіне ену керек болған. Алайда бізде сол шашал десе бас алатын басшылар, сол үшін де соттар сол 2019 жылдың 3 шілдесінен бастап жаппай отказ бере бастады. Әрине, мұнымен сотқа шағымданушылардың саны көбеймесе азайған жоқ. Сөйтіп, олар тағы да бір жаңашылықты ойлап тапты. Ол қандай жаңалық дейсіз ғой? Қазақстан Республикасы ұлттық банкінің сыртқы коммуникациялар департаментінің директоры Алия Адамбаева ханымның айтуы бойынша 2020 жылдың 1 шілдесіне дейін онлайн несие беретін компаниялар Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінде, яғни Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстанадан қайтадан тіркеуден өту керек екен. Шілде айының басынан бастап бұл компаниялар реттелетін заң саласында жұмыс істейді, әйтпесе олар күшпен жойылады дейді. Оларға 6 ай мерзімде уақыт беріледі екен. Тіркелгеннен кейін микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдар берген микрокредиттер бойынша сыйақы мөлшері қанша пайыздан аспау керек деп ойлайсыздар? Әрине дұрыс, сол баяғы 56% деп айтқан екен. Сонда деймін да, неге осы заңды ертерек қабылдамады екен? Себебі осындай онлайн компаниялардың заңсыз әрекеттерінен сонша уақыт, яғни 5 жыл бойы қаншама қазақ сорлады десеңізші. Қаншама айранда үйіп отырған жанұялардың шырқы бұзылды. Қаншама азаматтардың өмірлері ойран болды. Олар үшін кім жауап береді? Әрине ешкім. Бірақ мемлекетке осы онлайн компаниялардан түсіп отырған салықтың мөлшерін мен айтпасам да жақсы түсініп отырған шығарсыздар. Сонымен осы видеоны қорытындылай келе, қазақтың өте бір жақсы мақалы бар. Заманың түлкі болса, тазы болып шап деген. Яғни өз уақытында заңгерге жүгінген азаматтар алатын алып болды. Енді мұндай онлайн несие шарттарын сот жарамсыз деп таппайды. Сонымен, егер сіз өзіңіздің онлайн несиеңіздің годовая эффективная ставка вознаграждения, яғни ГСВ, годовая эффективная ставка вознаграждения, яғни сыйақысын білгіңіз келсе, сыйақысы қанша пайыз екенін білгіңіз келсе, онда ұлттық банктың сайтындағы калькулятормен есептеуге болады. Ол сайттың сілтемесін мен төменде міндетті түрде қалдыратын боламын. Сондай-ақ бұл видеодағы кейбір мәліметтер kursiv.kz сайтындағы мақаладан алынды. Ол сайттың да міндетті түрде мен төменде сілтемесін қалдырып кетемін. Сонымен онлайн несие жайында бүгін сіздерге дайындаған шағын ғана ақпаратым осы ғана. Миларыңыз ашымай түсіндіңіздер деп ойлаймын. Осымен бүгінге сіздермен онлайн несие жайында біраз ақпаратпен бөлістім. Пайдалы болды деп ойлаймын. Егер де сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде төменде комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Видеоны міндетті түрде басқалармен де бөлісуді ұмытпаңыздар. Ал ұнаған болса, онда лайк басамыз. Каналға міндетті түрде жазылып қойыңыздар. Назар аударып тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Сау саламат болыңыздар.